Жақсы, құрметті оқушылар, тездетіп отыра қалайық. Міне 4 топқа бөліндік, барлығы әдетті болды. Өздеріңіз кірген кезде қағаз аласыздар. Міне қарасаңыздар, сынып 4 топқа бөлініп тұр. Барлығымыз бері қараймыз. Оқушылар бір топта жазған, топ аттарына сай топқа бөлініп отыр. Рухани мәдениет тобы, діл, менталитет тобы, дәстүр тобы және әдет тобы. Бұл топтарға не үшін бөлінгенімізді қазір сабақ барысында түсіндіреміз. Әрі қарай кеттік. Үй тапсырмасына жаңа сабағымызды бастамастан бұрын үй тапсырмасын қайталап пысықтап алу мақсатында көңіл бөлейік үй тапсырмасын. Үй тапсырмасын пысықтау және жаңа тақырыппен сабақтасып болу мақсатында 53-ші параграфтен көзсіз бағдарламасы арқылы топтардан тест жұмыстары алынады. Қойылатын талап жылдамдық пен тапқырлық. Бар оған 5 минут уақыт беріледі. Бұл жерде топтық сайыс десек те болады. Алдарыңызда барлығымыздың электронды құрылғыны ашамыз, немесе ноутбукты ашамыз. Сонда дайын тұр, бұл топтық жұмыс. Бұлай жақындап бір-бірімізге қолдау көрсетуге қатысты. Ал барлығымыз дайынбыз ғой. Al gelin nasıl böyle? Anlatamaz okuyuz. Gelin. Nasıl kaçlar oraya? Балалар электронды қорлығы дейміз ба, қалай айтамыз, жаңа өздеріңіз көргендей бағалау тақтада тұр, не бағалау қалай болғанын дәстүр тобы және әдет және рухани мәдениет тобы бір-бір қатеден жіберген екен. Енді осы сұрақтарды оқып жіберсек, киіз үй қазақ халқының дәстүрлі баспанасы. Материалдық мәдениет дегенімізде қарапайым тілде зат жиынтығы құндылықтар. Зат жиынтығы. Жақсы ары қарай кеттік. Уық неге байланысты? Кереге мен шаңырақты екеуінің ортасында тұр ғой. Жақсы. Киіз үйде босаған деп қай жерде атаймыз? Төрге қарамағыз. Және сонымен қатар теккен кезікті не үшін пайдаланады? Жақсы, міне керемет. Әрине бұл қазақтың дәстүрлі адамда екі мәдениет болады. Ол рухани мәдениет және материалдық мәдениет. Рухани мәдениет ол көрінбейді. Ол адаммен сөйлескен кезде оның іс-әрекетінен байқауға болады. Материалдық мәдениет дегеніміз міне осы қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті. Жаңа сабақ тақырыбын болжамдаса, келесі сабақ бізде қалай аталады? Осы тақырыпқа қарап қалай болжауға болады? Келесі сабақ қалай аталады бізде? Қазақ халқының салт дәстүрлері. Жақсы. Қазақ халқының салт дәстүрлері. Міне осы оқу мақсаты мен сабақ мақсатына көңіл бөлеміз, өйткені бұған біз сабақтың соңында тоқталамыз. Енді жаңа білімді, жаңа тақырыпты түсіну мақсатында сыныпты 4 топқа бөліп отырмыз. Бұл негізгі сабағымыздың негізгі бөлімі оқушылар деректерді оқып және білімін қолданып, рухани құндылықтар маңызын түсіндіріп, фактілер келтіріп, тақтаға шығып, әр топтан 2 оқушы қорғайды. Бірінші мәтін. Қазақстан аумағында тарихи этнографиялық үдерістердің эволюциясы мен сабақтастығы. Барлық топтардың алдында мәтіндер жатыр. Сол мәтіндерді пайдалана отырып, тақтаға шығасыздар, алдарыңызда A3 қағазына соған сол берілген мәтіннің негізінде тақтаға шығып қорғайтын 2 оқушы кесте сызасыздар ма, сурет сызасыздар ма, жазасыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Дайындыққа сіздерге бар болғаны 5 минут уақыт береміз. Содан кейін әрбір топ шығып қорғайды. Әр уақыт кетті. Қазақ халқы мұсылмандар иляды исламды түсінуші ұлы дала мен орталық азияда ислам пайда болғанға дейін мен араласып қазақы ислам әрбір жұмыстың ережесі түсіндіріледі. Әрбір жұмыстың
біткеннен кейін кері байланыс болады және бағаланады. Жаңа үй жұмысын үйге берген тапсырманы білдіңіздер, оны орындадыңыздар және оны бағаладық және кері байланыс жасадық. Сол сияқты мына тапсырма. Дәстүрлі құндылықтар тақырыбына келіп тұрмыз. Енді бұл жақта рухани қазіргі діни ұстанымдар және де ежелгі діни ұстанымдарды айта кетсек, бірінші ислам. Қазірге қарасақ, көбісі ислам, христиан, буддизм осы діндерді көбісі ұстанады. Ал ежелгі діни ұстанымдарда манихейлік, зороастризм, христиан, буддизм, тәңірік табынушылық діндерлері ұстанған. Көшпенділік кезінде біздің ата-бабаларымыз ислам діні келмей жатып, тәңірге табынушылық дінін ұстанған. Көбінесе отқа табынған, басқа да жер суға табынған. Бізге және де қазақтардың көбінесе қазіргі кезде мәдениеті бәрі ол біздің алдымызда тұрған елдерге қарайды. Мысалы, қазақтар өте жылқыны жақсы көреді, жылқы малын. Егер жылқы малын еңгеде асы жеп жатқан асын қағаз тастайды. Ол, мысалы, ботай елін алып, ботай қатынауға болады. Ботай жылқы малына қабынатын сол арқылы. Мысалы, көптеген біздің киіміміз, әшекей бұйым, мысалы, оюлар, бұның бәрі бізге ұқсастығымыз бар. Бұрынғы тұрған мемлекеттерге. Мысалы, сақтардың өте танымал жануар оюларын алсақ, қазақтардың ол аю тектес оюлары да бар, ұқсастығымыз. Мысалы, бұрынғы сақ тигр халықтардың бас киімдері қазір қазақтың үйленіп жатқан әйел адамдардың сәукелесіне ұқсайды. Соны алуға болады. Столшы тұрған мәтінді алдыңыздар, соны қорғадыңыздар, және сонымен қатар өздеріңіз түсініп қана қоймай, және басқа бүкіл сыныпқа түсіндірдіңіздер. Енді әрі қарай жұмысымызға көшейік. Енді жаңа топтық жұмыс болды. Енді жұптық жұмыс. Бұған 2-ақ минут уақыт беремін. Ол қасыңызда бір оқушымен, оң жағыңызда отырған оқушымен екеуінің жұмыс жасайсыздар. А4 қағаздар қойдым, алыңыздар бір-біреуден. Енді қалаңыздар. Қазақ халқының дәстүрлі рухани мәдениеті, ұлттық коды дейді тұңғыш президент Назарбаев. Сіз бұл пікірмен қаншалық келісесіз, ойыңызды дәлелдеп, ой толғаныс жазыңыз. Деректермен жұмыс. Критерия. Дәптермен жұмыс, немесе біз А4-ға жаза береді. Дәптермен жұмыс. Критерия. Оқушылар рухани құндылықтарын сақтаудың қажеттілігін негіздейді. Ата-бабаларымыздың ежелгі кезден бастап өзінің дәстүрлі рухани мәдениетін өзгертпей ұстанып келеді. Былай қарасақ, дәстүрлі мәдениетіміз деген біздің тарихымыз, дәстүрлеріміз, былай қарасақ киімдеріміз. Соған байланысты әр ұлттың рухани мәдениеті өзіндік ерекшелігінен басталады. Рахмет, керемет. Рахмет, әрі қарай, соңғы топ. Мен ойымша дәстүрлі рухани мәдениет өмірімізде өте маңызды. Халқының дәстүрлі рухани мәдениеті ол тарихымызды дамытуға, менталитетімізді көпке жариялауға мүмкіндік береді. Менталитетімізді көпке бүкіл әлемге жариялауға керек болады дейді. Жақсы, енді осыны қайтадан қорытындылап жіберейік, кері байланыс жасап жіберейік. Сонымен қазақ халқының дәстүрлі рухани мәдениеті, ол қазақ халқының ұлттық коды деген сөзге келісесіз ба дегенде мен мына жерде қарап отырмын. Көпшілігіңіз, ол негізінен керек, негізгі ұлттық код сол деп. Жоқ. Егер біз мықты мемлекет болғымыз келсе, біз дүниетанымымыздан бастап қойғымыз керек. Дұрыс па? Дұрыс. Toyota, Suzuki, Honda, бәрі жапон тілінде жазыла ма? Бәрі Жапониянікі ма? Немісті жеп көреміз, Mercedesті білеміз ба? Білеміз. BMW, Bosch, әрі қарай айтудың қажеті жоқ. Міне көрдіңіз ба? Міне байланыстырып тұрған дүние не бұл сабақты? Ұлттық дүниетанымнан бастатуға болмайды. Оларды айтқан жоқ па? Mercedesті бәрі Германияны жеп көреді. Гитлерді білеміз. Бірақ олар Mercedes сөзінен бастатқан жоқ па? BMW сөзінен бастатқан жоқ. Сондықтан ұлттық тілінен, дүниетанымнан бастатқан халық оның болашағы бұлыңғыр болады, оның болашағы болмайды деуге болады. Сондықтан ұлттық дүниетаным өте қажетті дүние. Осы жерде мен кішкене ғана өзім байланыстырып жібердім. Әрі қарай кеттік балалар. Топтық жұмыспен жасадық, жұптық жұмыс жасадық. Енді сабақты бекітейік. Әрбір топтан бір оқушы келсін. Әрбір топтан жылдам. Сабақтың тақырыбын оқушылар пікірсайыс арқылы бекітеді. Дебат. Орта қарар тақырып: қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы бүгінгі жаһандану заманында қажет.
Жаңа мен айттым ғой, қажет деп. Дәстүрлі дүниетаным қажет. Ал бір топ қажет емес дейді. Тыңдап алыңыздар, балалар, ережесін тыңдап алыңыздар. Балалар, сіздер ережесін тыңдап алыңыздар, қазір шатысып кетесіздер. Бір топ ұлттық дүниетаным қажет десе, бір топ айтады, ұлттық дүниетаным қажет емес. Ол не аламыз жаһандану заманында? Ұлт жоқ, шекара жоқ. Бәріміз қажет емес оның бәрі. Бесік той, тұсау көсе кімге керек мына заманда 21-ші ғасырда деген сияқты. Бір топ қажет дейді, бір топ қажет емес дейді. Қажет дейтін топ үкімет. Үкімет кімде қол көтерсін? Сіздер ұлттық дүниетаным керек дейсіздер, қажет дейсіздер. Қажет емес, оппозиция кімде? Оппозиция. Сіздер айтасыздар, ұлттық дүниетаным керек жоқ, все, қазақтар ояныңдар. Жүрміз, орта ғасырлық салт-дәстүрді ұстаңыз. Кімге керек ол? Қазір ғылымның заманы. Қазір технократтардың заманы, ақша табу керек, нарықтық заман. Жоқ, қалғаның бәрі керек жоқ. Қалғаның осы нәрсе деп айтасыз. Түсінікті ғой. Ал үшінші топ бізде екі топ парламентариясыздар. Парламентария дегенде сіздер тыңдаушысыздар. Және осы дебатты, осы екі топтың арасында дебатты сіздер қорытындылайсыздар. Олардың қайсысы ұнады, және өз пікірлеріңізді айта аласыздар. Өз пікірлеріңізді айтсаңдар отыз секундтан кейін үкімет тобы бірінші шығады. Дәстүрлі дүниетанымы бүгінгі жаһандану заманында қажет. Өл тірісін олар қажет дейді. Тыңдайық. Біздің жауабымыз қажет, өйткені қазір біз бұрынғы заманымыздағы келе жатқан салт дәстүрімізді дамытпасақ, тілімізді құрметтемесек, оның барлығы келесі жолы біздің ерекшелігіміз жоғалады, дініміз жоғалады, тіліміз барлығы, ұлтымыз жоғалады. Көбінесе дамытпасақ, тұтастай қоғамға таралып кетуі мүмкін. Оны ары қаратай дамытпасақ, қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымының бүгінгі жаһандануына заманына үлкен қажеті болмай қалуы мүмкін. Сондықтан менің ойымша оны әдет ғұрыптарға қарағанда кішкене өресі әлдеқайда тұтастай дамыту керек, менің ойымша. Дамыту керек, кері қарай. Әдет ғұрыптарды мемлекеттік деңгейде дамыту керек деп айтасың. Жақсы, парламентария, 30 секунд. Біздің бірінші топтың үкіметімен толықтай келісеміз. Былай қарап отырсақ, дәстүрлі дүниетанымсыз біз қандай елміз? Біздің дәстүрлі дүниетанымымызды біз жоғалтып алсақ, біз біздің рухани неміз жоғалтып аламыз деп айтсам болады. Ата-баба ежелгі жылдардан бастап сақтап келген дәстүрлерімізді батыл ұялмай көрсете береміз, мақтан тұтамыз. Рахмет. Бар ма? Пікір бар ма? Әрине біз үкімет тобымен толықтай келісеміз, өйткені халықтың дәстүрлі дүниетанымы бүгінгі күнде өте қажет, әсіресе қазақ халқына. Өйткені қазақ халқы дәстүрі, әдет ғұрпы, тілі және де дүниетанымысыз қазақ халқы болып қала алмайды. Жақсы, рахмет. Осы жерде бір нәрсе айтып жіберейік, бәріміз эмоцияға беріліп тұрмыз. Әлбетте оппозицияны бәріміз бірден көзқарасымызбен, бірден жоққа шығарып жатырмыз. Мен байқап тұрмын. Әркімнің ойын тыңдады. Әркімнің ойы құнды, біреуді тыңдай білу керек, құрметтей білу керек. Мен білемін деп сөйлей білмеу керек, біреуді тыңдау керек. Ол да сіздің мәдениеттігіңізді білдіреді. Енді балалар, үй тапсырмасын жазып алайық. Ұлттық код дегенімізде, ол өте маңызды. Қазір ұлттық код деген сөздің мағынасы осыны келесі сабақта біз сіздермен талдаймыз. Сендерде бүгінгі сабақ жайлы не білгендерін, не білгісі келетіндіктерін дәптерлеріне жазады. Сонымен қатар сабақтың жағымды және жағымсыз жақтарын көрсетеді. Кері байланыс. Тұрыңыз. Не түсіндіңіз, не білдіңіз, не ұнады, не ұнамады, жағымсыз жақтары? Мен өзім қазақ дәстүрі не екенін өзім білдім. Және де оның қандай өзінің рухани құндылықтары бар екенін, және кім оны ұстанады екенін білдім. Жақсы, рахмет. Дильназ, сізден кері байланыс. Бүгінгі сабақта мен қазақ халқының әдет ғұрпы мен салт дәстүрлерін түсіндім. Жақсы. Жанерке, сізден кері байланыс. Бүгінгі сабақта біз біздің тобымызда Қазақстан аумағындағы тарихи этнографиялық үрдістермен, эволюциясымен сабақтастық туралы оқыдық және осы тақырыпты толықтай түсіндім. Рахмет сізге. Енді балалар, оқу мақсатымызды жаңа ең бірінші топқа бөлдік қой, сол топқа не үшін осындай топқа бөлдік, түсіндіңіздер ма? Бұл сөздер қандай сөздер?
бұл жаңа топтардың аты салт дәстүр, әдет, кілт сөздер, немесе жаңадан кірген сөздер, кілт сөздер. Байқадыңыздар ма? Жаңа тақырыптың кілт сөздерін мен топ қылып қойып қойдым да, сол сіздер бірден түсіну үшін. Міне оқу мақсатына жеттік. Сабақ мақсаты қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы туралы білдік па? Білдік. Қазақ халқының рухани адамгершілік құндылықтарын, салт дәстүрін сақтаудың қажеттілігін түсіндік па? Қажеттілігін түсіндік. Бірақ келесі сабақта қажет еместігін дәлелдеп бере алдым сіздерге. Сабақ аяқталды. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Үй тапсырмасы.